Алпыдан асқан аттылар. Қарт алпы таулардың қар жамылған көкше шыңдары туалыстан мен мұндалайды. Етегі гүл бәйшешекпен көмкерілген қарағайлы, қайыңды қара бұталы белуар тау жанға рақат сыйлайды. Жағасын жапқан көк құрақты сипалап бұлық-сылық ағып жатқан бұралаң тау сулары мәңгі сарқылмастай. Адам пендесі маңайлап көрмеген сонаудағы иен қоныстарда таудың байырғы тұрғындары бұғым арал, тау ешкі, қар барысы, қасқыр сияқты аңдар асыр салады. Сол қоныстардың жан-жағы басына бұлт ілген қашалы тау, қарағайлы шатаң. Сонаудағы ақ теңіз бен Атлант делегейінен жылжып келіп мұнда қонақтаған аққадуан бұйра бұлттар күннің нұрын тосып алып, таудың анда-мұнда жеріне салқын көлеңке тастап тұр. Үрке қашқан ат жалындай толқындап біткен жал-жал таулар, талай тарихты көрдік, талай тағы тарихты бастан кешеріміз дегендей айналаға жайбырақат асқақ қарайды. Шолғыншылар әзір бүгін Алпыны асып, Милан қаласына қарай бет түзеген неше жүз мың ғұн аттыларына римдіктердің жайынан хабар әкелген жоқ. Шамасы Аквилей, Милан төрелері бұл күндері Алпы асып, өздеріне қарай келе жатқан қалың құнды тосу үшін елдегі жасақтың бәрін бірен ер асу жаққа жөнелткен көрінеді. Өйткені Еділ ана бір күнгі едіге бастаған ел ағаларымен өткізген құпия кеңесінен кейін тұтас жасаққа шығыс жақтағы бірен ер асумен асып, Аквилейге тура тартармыз деп жариялаған еді. Бұл жолдың төтесі төте, онда тек Дунай дарияның жүйрік басы бастаулап құралатын Бавария үстіртімен барып, сол асудан аса салса болғаны ар жағында Адриатик теңіздің жағасындағы Аквилей қаласы мойын ұсыным жерде ғана тұрады. Бірақ таттарды алдап соғу үшін дәл жорық күні Еділ оған қосымша тағы бір жоспарын ұсынды. Ол бойынша ғұндар Алпыдан екі бағытпен асатын болды. Еділдің бұл жобасын түмен басы сардарлары да білмей қалды. Соңғы шешім қабылданысымен жер қайысқан атты шеру екі бағытпен қозғалды. Олардың бір бөлігі бірен ер асуына беттесе, енді бір бөлігі жоғары Рейн бойынан батыс түстікке қарай Юра тауының күнесін қапталдап жолға шықты. Олар алдымен батыс Алпының Монбилан шыңының терістігіндегі Женева көлінің бойына жетіп, қайта шығысқа бұрылды. Рона суын бойлап Алпы тауларын қақ жарып жатқан үлкен аңғармен жүріп келіп, орталық Алпыдағы Симплон асуына шықты. Еділ астындағы ағармақтың тізгінін тежей тартып, дуылғасын шалқайта бір әудем кідіріс жасады. Астындағы айман бозы ауыздығын қарш-қарш жайнап жер тарпиды. Еділ алдыңғы қанжығасына байлаған күміс шытыралы бұлқыншағын шешіп алып таңдай жібітті. Тұтас әлем тұнып тұр, жасақтар жалынды. Бәрі де ат құлағымен ойнаған, бірі атып, бірі қаққан аламан тасыр қалпы. Олар Симплон асуына лек-лек болып шығып жатты. Бір сәт алды дамылдап, арттағыларын тосып алмақ болып, бөлек-бөлек шатыр қос тікті. Ат көліктерін тынықтырып, ас қатықтың қамына кірісті. Сол сәт манадан төбе басында алдағы жолдың жайынан алаңдап тұрған Еділ шолғыншылардан тағы да тіл алды. Осыдан былай Лаго Матчөре көліне кейінгі жол таза. Таттардан тосқауыл көрінбейді десті олар. Бұны Еділдің шолғыншылары Алпы асып келе жатқан саудагерлерден осыпты. Бұл да болса Еділдің күпті көңілін сейілтті. Хildebrandt, Ілікшат, Одакер, Дитрих Бернский бастаған оншақты серкердені шақырып алып мәжіліс құрды. Қазірден қарағанда Еділдің жобасы сәттілігін танытқандай еді. Таттар бас айналып бар үшін бірен ер асуын күзетуге қойды. Ол жақтан да қалың қол солай жылжуда. Егер бірен ерден ғұн жасағының келуін күтіп тұрған римдіктер ойда жоқта арт жақтарынан келіп қалған ғұндар қолымен соғысуға кейін шегінсе, айбарысты оларды қуа соққылауға тас түйін болып бара жатыр. Оның күші жергілікті балық ұлыстардың одан бұдан бас көтеруін болдырмауға Бавария жағынан Аквилейге тиюге қаптал жететін. Еділдің Ілікшат пен Эллақты жіберіп, бір күн корольдігін бастықтырып қайтқан хабарынан соң зәре-құты қашқан өзге балық ұлыстар енді қайта бас көтеруге шарасыз қалғанда. Көбең жырау айтқандай, аруақты ғұнның алаң жұрт
айбатынан қорынды, тағындағы тәңір құт тәңіріндей көрінді, ілкіндегі өгей жұрт өз жұртындай көрінді. Қон көсемі еділді төңіректей отырған шағын топ алда Милан қаласын алып, одан кейін қосынды екі бағытқа бөліп, бір бағытта Алпының күнгейімен шығысқа Аквилей жаққа жіберуді, енді бір бағытта Рим қаласын аттандыруды бұйырды. Барлығы осы бекінге келіп, әудем уақыттан соң өз-өзі қостарына қайтты. Тек Ілікшат қана оларды шығарып салып, Еділдің қасында қалды. Еділ оның өңіндегі құбылыстан бір кілтең жайды айтқысы келіп бөгеліп отырғанын біліп, бүйдеді. Бөгелме, Батыреке, нағыз құнның арда азаматы, еңіреген есілерім. Мен сенімен талайдан бері бірге келе жатырмын. Ұлы Ругила мерт болғанда сен Айбарыстың үйінде 3 күн жер бауырлап жылағаныңды естігемін. Ел ауаны біледі ауғанда Айбарыс екеуің ең алдымен маған келдің. Тарыққанда бірін қанат, бірін құйрық болдың. Панония жерінде ата Нариқтың тұқымы Теодорикті өлтіріп шерігінен шықтың. Бүкіл құнның аруағын асырдың. Ал бүгін тау асып, тас басып тағы бірге келесің. Менің алдымда 9 мәрте ағат сөйлеп, 9 мәрте жаза бассаң да саған кешірім. Айтшы, қане, не ойлап отырғаныңда? Сонда Ілікшат айтты. Мәртебелі тәңір құт, сізге айтайын дегенім, едіге ажанның бір ауыз сәлем еді. Ұстазыңыз шеруге шығарда мені әдейлеп шақырып алып, жаман айтпай жақсы жоқ, мен де қартайдым, көбең жырауда қартайды. Ол жайлы біз айтпасақ, кім айтар? Оқта текте жау қолынан жазым болса, тақ пен тәжге кім мұрагер болмақ? Соның жайын біліп қой деп еді. Еділ үн-түнсіз қалды. Содан бір әудем уақыттан соң Ілікшатқа қарап, «Лақ!» деді жалғыз ақ. Бұл кезде Лақ Жайық пен Қара теңізге дейінгі жердің басқағы болып тұрған. Еділ Рейн бойынан аттанарда оны солай жіберген. Ілікшат үн-түнсіз отырған бойында басын изеді. Тіс жарып ештеме демеді, онысы түсіндім. Алда жалда ажал жетсе бәрі де осы айтқаның бойынша болады деген еді. Басқа артық ауыз сөз айтылмады. Ілікшат орнынан тұрып Тәңірқұттың жақсы демалуын тілеп чатырдан шығып кетті. Ілікшат шығып кеткесін ол едігенің әлгінде айтқандар жайында көп толғанды. Жасы жер ортадан асса да өлім жайлы ойланбаған екен. Ол сонау бір жылдары Ругиланың қаптаған қалың қолының қатарында, Донайдан өту шайқастарында және Панония, Каталаун далаларындағы қан кешулерде, ондағы небір қысыл таяң сәттерде ерен сайыскерлігімен денесіне тікен тартпаған өлім туралы да ойлап көрмеген еді. Оған өлім атаулы басқаларға ғана тән сияқты сезілетін. Енді басқалар оған ертеме кешпе бәрібір өлетінін еске салуда. Ол қылышын қынай ұстап ұзақ ойланып отырды да, өзінен басқа ешкім жоқ иен чатырда жата бергісі келмей далаға шықты. Жаздың ұзақ күні саржан бастап барып, сонаудағы түйіркөш тау шыңдарына қарай еңістеп қалыпты. Бұл кезде Еділ қолының кейінге шұбырған артқы сапы да сарқыла кеп, олар қоналқалап жатқан асудағы үлкен кең қолатқа жиналып қалған еді. Кейлегі алдығы өтіп, қоналқаны сол жақтан көрмек, олар тоқтамастан Еділ тұрған үлкен көк шатырдың қасынан дүркіреп өтті. Аттары да сабын боп бір-біріне елтіп еліге басады, пысқырынып шұрқырай кісінейді. Анадайда және бірнеше лек қос-қос болып қоналқаға орнығып жатыр. Олар аттарын отқа қойып, айдап келе жатқан жылқыларынан сойып, дәу қазандарға былқытып асып тастаған. Теріске Алпының етегіндегі ел жұрттан алған алуан азықтар ат көпір үйіліп, кей сарбаздар тіпті қымыз бен шараптың буына балқи бастаған. Еділ жота бауырында тұрып, өз шатырынан алысырақ жерде тігулі тұрған Ілікшаттың чатырына және онан да арырақта анау қалың сақауылдар жатағының бергі шетінде бау шуы қызыл жасыл жібек танаппен тартылып, күміс таналар қадалған елден ерек салтанатпен көзге ұрып тұрған әппақ шатырға көзі түсті. Осы шатыр сонау Рейн бойынан жылжығалы бері өздерімен қатар көшіп келеді. Әр күні таңертең черу жылжыр алдында сол шатырдың маңы қара нөпірелге айналады. Олар әп-сәтте шатырды жығып, өздері бір тізбек көш болып шұбырып жүріп отырады. Еділ бұрын сәп салмапты. Енді қараса бұның салауаты елден бөлек екен. Ол бұның мән-жайын білмекке Ілікшатты шақырды. «Батыреке, анау шатыр кімдікі?» деді қамшымен нұсқап тұрып. «Тәңірқұт тақсыр ол ұлы Бүргін қағаның атақты батыры Хагеннің сарай тәрбиешісі Илдико. Ана кезде
Біз бір күндегі бүлікті басуға барғанда ол өзінің қол астындағы төрелерін түгел жайратып, біздің алдымыздан шықты. Мақсатым Еділдің дәргейінде болып оған қызмет ету дейді. Еллақ оны бірден жайратып салмақ еді, біз бәріміз оның айтқан сөздерімен істеген ісіне тебірендік. Бір кезде оны қаумалап ортамыз қалып, Ақбоз тұлпарының сулығынан жетелеп елге қайтып келе жатқанымызды да білмей қалыппыз. Енді міне ол бізбен бірге алпын асып келе жатыр. Біз оны қазірше сізге кездестірмейік дедік. Неге? Себебі ол сіздің бұрынғы ханымыңыз Керім құлаға ғажап ұқсайды екен, құдды сойып қаптағандай. Еділ елең ете қалды. Ұқсаса не болады? Білмеймін, жорық жолында көңіліңізге кірбің түсе ме деп ойладық. Бәрекелді, деді Еділ. Әлі күнге бір қатынның қайғысынан аса алмай жүрсем бүйтіп қол бастағаныма қайтейін. Ілікшат басын изеп үндемей қалды. Кешіріңіз қаған ием, ол әр күні қоналқыда қолындағы лираның әсем әуеніне қосып, бір мұңлы ән айтады. Қазірде шатырында жалғыз ән айтып отыр. Еділ мен Ілікшат Ildikoның шатырына қарады. Еділ құлағын тігіп сол жақтан әлдененің әуенін естігендей болды. Қанша жерден білдірмеуге тырысса да, Керім құланың қазасы жанына батып, жүрегі шым-шымдап ауырды. Иә, ол да бір күн қыз еді ғой, бірақ қапы кетті. Соның кесірінен құн ордасы арт-артынан қара жамылды. Бір кезде Каталауынға қарай қайтқан жолда Керім құла мұның құшағына басын сүйеп отырып, Тәңірім сездіреді, ұлы Алп таулары Ганнибал жорығынан кейінгі және бір жойқын шерудің куәсі болатындай. Сол шеру ұлы құн ордасының құдіретті ғана сіздің атыңызда жер жиһанға жаяды деген еді. Міне енді оның айтқаны келді. Еділ неше 100 мың қолмен Алпының белін қайыстыра асып келе жатыр. Алда жеңіс күні мен мұндалайды. Керім құла, дәл осы сәтте де менің Алп тауын жолсызбен асып, Римге қарай қол төңкерген сәтімді көрсең етті, деді күрсініп. Ілікшат оның ойын бірден сезді. Шамасы оған Керім құладан соң бұндай тегін олжаның еш мағынасы қалмаған сияқты. Үш ханымы көз жұмғаннан бері Еділ бірде-бір әйел затымен жақындасқан жоқ, қалғаны олардың садағасына да тұрмайтын еді. Таң ата Еділ қолы тағы да жорыққа аттанды. Жол бойы сақауылдар қолының ішінде келе жатқан Еділ Ildikoның көшіне көз атып қарай берді. Неге екені белгісіз, Ілікшат айтқан осы қызды көргісі келді. Қасына ерген 100 қаралы нөкер шөкері, сал серісі бар Ildiko көші өздеріне таяу кетіп бара жатты. Сол сәтте қаған астындағы Ақбозын тебініп қалып, маңайындағылардан қара озып алға шықты. Айман бозы астында ақ тұйғындай сайланған, ақық пенен лағылдан айқара кемер байланған, қандай екен көрем деп мына қыздың ажары ор қырандай таранып аш бүрідей жаланған. Атын сыйпай қамшылап, жорта ойқастаған ол Ildiko көшін басып жетті. Еділ Тәңірқұттың келе жатқанын көрген қыздың қосшылары қақ жарылып жол берді. Ілікшат айтқандай тұла бойы, түр келбеті Керім құладан айнығысыз бір ару туып ортада кетіп барады екен. Басқалар секілді ол Еділге жол бере қоймады. Астындағы Ақбоздың тізгінін тежей тартып, өте бір сақтықпен кетіп барады. Еділ жанай бере оған тігіле қарады. Қыз да қарады. Сол қарасында бәтшағардың сүзілген сабау кірпіктері мұның өңменнен өте шықты. Құдды ана бір жылы Керім құланың өзіне қарағандай алапат әсер етті. Тіпті мұны дәл соның өзі дерсің. О, құдірет, шебер Тәңір, бұл қайткенің, кешаған алып кеткен Керім құланың өзі ғой бұл. Бұл қайдағы хагеннің сарай тәрбиешісі. Жасының оты жарқ еткендей осы бір әредікте Еділ есінен танық бола жаздады. Өйткені сол бір қасқағым сәтте Керім құла оның көзіне тұла бойы толық апанық көрініп қалғандай болды. О, Милан Аквилей! Еділ қолы сол жүргеннен мол жүріп Алпының жап-жасыл шоқ тоғайлы, еменді, шәмшатты, күнгі етегі мен Падан жазығының арасында жатқан Лако Матчоре көлінің түстігін айналып өтті. Соған дейін олардың алдынан Римнің қуатты легиондары шықпады. Милан қаласына бір күндік жол қалғанда Римнің бір лек әскері олардың алдынан шығып, Лако Матчоре көлінен По өзеніне құятын кішкентай айрық бойында қанды шайқас болды. Құн жасақ оларды аяусыз қидалап Милан қаласына жол алды. Сол жорық үстінде Еділ әскерді екі үлкен қанатқа бөлді. Оның біріне тікелей өзі қолбасшылық жасап Милан қаласына кірді.
Римнің қаланы қорғауға қалған неше мың жаяу әскері селтей жапырып келе жатқан қалың шеруді қол қусырып қарсы алды. Еділ олардың жарағын түгелімен жиып алып құр қолға алдырды. Бұл дәуіріміздің 452 ұлу жылының бидай басы айы болатын. Еділ қалаға кірісімен білікті әскери серкедерлерін жинап, соғыс жайын қайталай ақылдасты. Римдіктерде соғыс уақытын ұзартып алыстан келген жат ел жасағын әлсіретіп барып жоятын әдіс бар. Бұлар ертеде алпы асып Рим топырағына шерулеп келген Карпагеннің атақты әскербасы Ганнибалды да осы әдіспен жойды. Кешегі Аларихты да солай әлсіретті. Ендеше мұнда мүмкіндіктің барынша тез соғысып, тез жеңіске жетуге тырысайық. Еділ отбасында айнала отырған Ілікшат, Одакір, Хілдебранд қатарлы бірнеше батырына өз ойын айтуда. Біз енді қолымыздың жартысын Одакірді бас етіп, Аквилей жаққа жөнелтейік. Римдіктер мен гүттердің негізгі қолы Брениер асу жақта. Аквилей маңында жатыр. Біз мұнда аялдап тұрып, ішкі Римнен келетін Валентинианның жәрдемші қосындарын жояйық. Сөйтіп, олардың бел ортасын үзіп, үш жақтап шабуылға шығайық. Еділдің бұл байлам отырған топты мойынсал етті. Милан алынған соң Еділ қолы шығысқа Адриатик теңізіне етек жайып, батыста Алтын мен Апеннин тауларының арасына сұғына жатқан топырағы құнарлы, салқын сабат, кең байтақ Падан жазығында ат ойнатты. Ондағы ақсүйектер өз мүдделерін күйттеп Еділге тізе бүгіп, қала қақпаларын ашып берді. Еділ қолындағы марақ қылышын жарқырата, суырып, басынан айналдыра бұлғап, тұтас қолға дем бере: «Ал жарандар, менің көк жол берілерім, енді Аквилейді қос бүйірден талаңдар, тәубесіне келтіріңдер, сендерге ер марақтың қылышы рухы медет берсін», деп сүрен салды. Қалың қол: «Тәңір құт!» деп ұрандады. Аквилей жаққа бет алған атты шеру жас батыр Одакірдің қолбасшылығында жедел жүріп, жол жөнекей Брениер асуынан қайтқан қалың қолға тап болды. Еділдің ойлағаны болды. Ғұндар римдіктердің негізгі күшімен Аквилей маңында шайқасты. Оларды шығыс және батыс екі жақтан қысты. Римдіктер алғаш жабал шеп болып жан аямай соғысты. Алпы асық білген ғұндар қолы қорғанысы күшті римдіктердің катапулталарының шабуылына тап болып біраз әуре тартты. Бірақ Одакір мен Айбарс бастаған қалың қол көптігінен одан ықтай қоймады. Далалық соғыстарда римдіктерді тұтастай жеңіп, енді қалаға қарай ат қойды. Ұлы даланы болат тұяғымен дөрлеткен жылқы жануар сол соғыста ерекше ес қатып, мыңдаған соғыс арбалары және жау шебіне қарай бүйрей тиді. Зуылдаған отты жебелермен сақпандар Аквилейдің қала жамбылын жастанып жатқан Рим жасағын бет қаратпады. Қала өртене бастады. Бұны көрген Рим сардарлары отты тез сөндіре көр деп Веста құдайына жалбарды, бірақ лаулап жанған өрт есе бермеді. Бекіністер, тұрғын үйлер мен орда сарайлар арт-артынан от қоранды. Артынша жал құйрығын, кірпігін жалын чарпыған асау аттарға мінген қалың қол қалаға дүркіреп кірді. Тұтас Аквилей мәдениетті дүниенің бір жұлдызы сол күні тырпы қалмай от болып өртеніп кетті. Бұл хабар сонаудағы Миланға тізгін ұшымен жетті. Еділ Тәңірқұт бір ай бойы Милан қаласының түкпір-түкпіріне дейін жайылып, ондағы сарай қазыналары мен алтын әшекейлерді, небір асыл маталарды, сұлу қыздар мен келіншектерді талан-таражлауға салған қосынды өзді өз тұрағына жинатып, Аквилей жақтан келген жеңіс хабарын салтанатпен жария етті. Басынан бағыт айған Милан қаласы да танаулары тершіп, шар әлемді басына киіп елеуреген жалпақ бет жау жүрек соғыс десе, ішкен асын жерге қоятын ғұн аттыларының табанына тапталды. Папаға құрмет. Еділдің көңілі көтеріңкі. Ғұн ұлысының ұлы күніне Рим империясының жүрегі саналатын үстіктегі Рим қаласына кіріп ат ойнатуға, ол қаланы да жұттай тонап ақыр-тақыр қылуға санаулы ғана күндер қалды. Алпына асыра айдап әкелінген неше жүз айғыр үйір жылқы Милан маңына байланып, ол жерден саба-саба қымыз Еділ ордасына тасылып жатты. Ұзыннан ұзақ созылған салқар желіде неше жүздеп құлын байлаулы тұрды. Қолына қайыншелек ұстаған ер әйелдері ол жерде ұзақты күн табанынан тік тұрып қызмет етті. Ғұн қариялары күзді күннің сары қымызын алтын ауызды ағаш керлендерден құйдырып алып, сыздықтата сіміріп ұзақ-ұзақ әңгіме шертті.
Ел аузында Еділдің ерлігі аңызға айналып, өз басы киелі көшті елестеді. Бөрілі байрақ тігілген орданың маңы қатар-қатар киіз үйлермен, биік доңғалақты арбалармен, еп тұрақпен қоршалып, көрер көзге тым салтанатты көрінеді. Оның маңынан мұздай сауыт құрсанып, қолдарына өткір найза ұстаған, садақ көтерген сақауылдар сұсты, бөкеуілдер үзілмейді. 452 ұлу жылы маусым айының соңында Рим сенаты ғұндарға тізе бүгу туралы дауыс берді. Шешім қабылданды. 4 шілде күні Рим императоры Валентиниан папа Леп бірді ғұндардың еп тұрағына жіберіп, өзінің мойын ұсынып тәуелді болғанын білдірді. Келесі күні папа Леп бірмен Еділдің қоластындағы біліктілердің жасасқан келісіміне сай Валентинианның қарындасы Гонорияны Еділге ұзатылатын, әрі оның жасауына жарты Италияны беретін болды. Оның үстіне ғұндарға жылына төленетін салық бұрынғыдан көбейіп, 2100 фунт етіп белгіленді. Еділ талап еткендей мемлекет қазынасының жартысы төлем ретінде алтын, күміс, қымбат әшекейлер мен асыл тастар түрінде оның алдына қойылды. Бұдан басқа топ-топ жібек маталар мен ыдыс-аяқ, құрал-сайман, кептірілген жеміс-жидек және басқа да тұтты бұйымдардың есебі жоқ еді. Осылайша жарты Италия Еділдің ілкін өтті. Сол келісінде папа Леп бір Валентинианның әпкесі Гонорияның Еділге жазған соңғы хатында келді. Өмірі інісі Валентиниан мен шешесі Галла Плацидианның бақылауынан құтылмаған мұңлық қыз бұл хатын үлкен шабытпен, үмітке толы сезіммен жазыпты. Жер жүзіне атағы жайылған ұлы Еділ, менің мақтанышым, бақытым. Мен сізді жан тәніммен сүйдім. Сізге деген тілектестігім мен махаббатым күн санап арта түсуде. Осында мен сіздің әлемді жалт қаратқан батылдығыңыз бен парасаттыңызға, тәуекелшілдігіңізге тәнтімін. Сіз менің алпын асып, мұнда ертерек келсе екен деген үмітімді ақтадыңыз, уәдеге тұрдыңыз. Адриатик теңізі мен Тирен теңізінің арасында ат ойнаттыңыз. Сіз менің қиялымдағы еркексіз. Егер мен өз тілегіме жете алмасам, өмір бойы тұл болып, Веста тәңірінің діндәрі қатарында ғибадатханада от ұстап өтуге разы едім. Менің баруымды күтіңіз, депті. Еділ қатты оқып, Гонорияның қайсарлығына, табандылығына қайран қалды. Беті жүзін көрмеген арудың сөзі тәтті әсерледі. Соны көріп толқыды. Бір күні өзін амандаса келген Гиацитті тұрағына шақырып, қызға өз қолымен хат жазды. Хатында бүйдеді. Гонория, менің алғаншығым, папа және бауырың Валентиниан сенің маған тұрмысқа шығуыңа қосылды. Онсыз да Римге дейінгі жарты Италия менің қолымда. Сен абыржыма, ешкіммен жауласпа, сабыр түбі сары алтын. Енді сен папаның және бауырыңның разылығымен тұрмысқа шық. Олар сені салтанатпен ұзатуға уәде берді. Бірақ қазірше сенімен кездесу рұқсат бермей отыр. Себебін мен де білмеймін. Егер оған көнбесем, маған Римді күйретуге тура келеді. Араға қасиетті папа жүргендіктен мен оған құрметпен қарадым. Өйткені ол маған ұнады. Мен оған сенемін. Жаратқанның бұйрығы болса кездесетін, қауышатын күніміз алыс емес. Еділ Гиацитке қалай дамалын тауып осы хатты Гонорияға қол екі жеткізуді тапсырды. Алтын көрсе періште жолдан таяр. Мынаны керегіңе жарат. Егер бәрін ойдағыдай орындасаң, саған бұдан да көп сыйлықтар беремін деп жолына қомақты ақша берді. Мәртебелім, маған сеніңіз, мен бұл хатты қайтсем де жеткіземін, деп Гиацит 3 қайтарып уәде берді. Ол хат пен алтын ақшаны алып, қуанышы қойнына сыймай Гонорияны қуантуға асықты. Бірақ оның өзі де Гонориядан көз жазып қалғалы талай уақыт болған еді. Кімнен сұраймын, қайдан табам деп әрі-сәрі болған жоқ. Өз түйсігіне сеніп тұп-тура солтүстік астана Равенге тартып кетті. Еділ үстінен бір ауыр жүк түскендей, Гонорияның өзімен сөйлескендей жеңілдеп қалды. Бірақ жолай жабысқан Илдиконың жайы да маза берер емес. Себебі Илдиконың бүтін болмысы оған қапыда кеткен керім план елестететін. Оны көрсе, өң мен түстің арасында жүргендей күй кешетін.